А перед началом видео небольшое предисловие. Моя бабушка родилась в 1946 году, ровно через год после окончания Великой Отечественной войны. Родилась она в Сталинградской области, которая ныне называется Волгоградской. Ее предки, как и 99% казахов Волгоградской области, это потомки жителей Букеевской Орды. Она училась в русской школе, получала образование бухгалтера в городе Волгограде. Она не умеет читать на казахском языке. В Волгоградской области не показывают ни одного казахстанского канала. Нет ни одной газеты на казахском языке, и радиостанции тоже нет. В Казахстане она была один раз. Что самое главное, после нашего первого видео многие у меня спрашивали, знает ли моя бабушка казахский язык. Конечно же знает и говорит на нем прекрасно. Вы просто посмотрите, насколько ей удалось сохранить знание языка, несмотря на то, что у нее русскоязычные подруги, русскоязычное окружение и русскоязычное информационное пространство. Сейчас у нее очень мало общения на казахском языке. То, что она сохранила в таком виде казахский язык, это значит, что когда моя бабушка была маленькой и когда она росла, вокруг нее была полноценная казахская культура, богатая казахская культура, в которой она росла. Казахский язык, на котором говорит моя бабушка, это язык, который она переняла от своих родителей, которые в свою очередь переняли его от предков, которые жили в Букеевской Орде. Итак, смотрим. Танысайық, менің есімім Бақыт Жамал, мен өзім қазақпын. Туған өскен жерім село, поселок Путилича, Волгоградская область, Россия. Осында баяғыда 1919 жылы менің әкем Ордадан көшіп шығып Житкүрге келген, Житкүр Волгоградской области. Сондан бері осындамыз, менің туған жерім де осы, тек сонда. Сосын көшіп, бір 50 шақырым жерден басқа жерге көшіріп колхозды. Мұнда мен келгенде, қазір тұрған жеріме келгенде мен 6 айлықпын. Қазір мен 73-темін. 72 жыл осы жерде тұрамын. Осында күйеуге шықтым. Жолдасым менің Ақсирақ Шеркеш, Жексенбай деген. Осы алыс емес, оның да тұрған жері 35 шақырым жерде. Санаушы ма, қазақша қалай? Счетовод, сосын бухгалтер, сосын экономист колхозда. Әке-шешемізден қалған өнерлерді жастар әлде де ұстайды. Той жасағанда, былай да қонақтық шақырады. Соғым сойғанда қыста қонақтық шақырады. Қазір ондай көп не жоқ, азайып кетір. Неге десең, қазір дастарханды жинауға қиынлау, түрлі ас пісіру керек. Бұрын соғым сояды күзде, қара күзде, ноябрьдің аяғында, қаңтардың басында. Сол вақытта көршілерді, көлемдерді, жақын жаранды шақырады, үлкендерді, жастар. Шай береді, сосын үңкәл салып, ас береді, болды. Қазір жастар дастархандарын көркем еткісі келіп, түрлі ас пісіреді, сондықтан ерінеді. Көп шақырусыз қалып баратыр. Құрман шалады. Құрман шалуда қазір қалып баратыр, үлкендер шалады, жастар ерінеді. Сол дастарханды жинап, нетуге ерінеді, көбіне ас пісіруге қиыншылығынан безеді. Мен өзімнің ойым былай, жастарға айтқым келеді, айтып та жүрмін, жақын жарандарға айтып та жүрмін. Өсігінде бір юбилей деген жасқа толғанға 20, 15, 20, 25, 30, сосын тіпті 80-ге келгенше істейді. Оннан қашпайды. Қазір соның бәріне жүреді, істейді. Құрман шалуға жалығады. Сол жерлері мен ойлаймын дұрыс емес. Ата-бабамыздан қалған Алла жолына шалатын құрманды қазір да шалу керек. Барлық қазір жастар жылайды. Ақша жоқ, анау-мынау қиыншылық, қазір
неміз тұрмысымыз қиын деп бала туғысы келмейді, біреу екеу туады да көп баланы асырау керек деп. Менің ойым, қазір халық Алла беріп тұр, тұрмыстары күшті. Бәрінің де өздерінің үйі бар, бір жерде емес. Қазір мұна Волгоградтан да, Волжскийден да алып атыр квартир. Мұна тұрған жердерінде де үйлері бар. Астарында 2-3 машина бар, өздерінде де бар. Әйелдерінде де бар. Бала тек үйленсе болды, оған да алып береді. Алла беріп тұр. Но біздер сонда да тойым жоқ біздерге. Со жері мен ойлаймын дұрыс емес деп. Ораза айт. Конечно, бізді орыс арасында өсіп, біліміміз шамал еді. Қазір газет оқимыз, кітап оқимыз, кішкене грамотный кісі, образованиесі бар, түсінікті жазады, түсініп келатырмыз. Мұна біз сол Путильшаның басында мешет аштық деп аштық, бір кішкентай үй алып, менің жолдасым ашып еді. Ол қайтты. Мен де помощь бердім, конечно. Енді ойлаймын, оны мешет емес, дом молитвы деу керек еді, или қалай? Құран оқитын жер деп па, или білмеймін қалай қазақша айтуға. Неге десең, жұма күні ешкім келмейді. Иманымыз жаңғыз өзі отырып, сосын жауып тастайды. Ешкім көместік көп бермейді жастар. Бәрі де сол айтады. Қолдарымыз тимейді дейді, уақытымыз жоқ дейді, сондайға нетеді. Но сонда да қазір ақша жинап, тағы да бір үй салып атыр, сол мешет деп. Қашан бітетін білмеймін, Алла қашан сәтін салатын оған. Но сонда да кішкене бар, алға басып атыр жастар. Оған да рахмет, Аллаға рахмет, жастарға рахмет. Жұма намаз мен так ескем жоқпын, но біздікіне менің бір кіндік атам болды. Жұмақай деген атымды қойған, тұсауымды кескен, көрші болған әкешкен менен. Сол кісі келгенде менің әкем тағы да, біз мұна неде ауылда жаңғыз үй болдық. Қазақтың бәрі точка-точкаде қой бағып, сиыр бағып, жылқы бағып жүрді. Менің әкем уездной конюх болды, делбеші. Басқарманы алып жүрді, председательді. Сосын ол мен кішкентай күнімнен со қызмет істеді өлгенше. И біздер үлкен мұна бастық ауылда болдық. Но ана қазақтар келіп тұрады. Неге келгенде, басқармаға келгенде контор дейміз, қазақша білмеймін қалай айтатын. Соған жолғуға келгенде, бірдеме сұрауға келгенде, жем сұрауға келеді, пішен сұрауға келеді қысты күні. Жазды күнде шаруалары болады. Сол уақытта бәрі де біздің үйге кіріп шығады, мамам шай береді. Бәрінде мен білемін, атын, жөнін, балдарын да білем. Өсімге дейін олдар да мені апа деп сыйлайды, мен де олдарды білем. Әлгі қазақтың мақалы бар ғой, әкешең өлсе де әкешеңді көрген өлмесін деп. Бана өтірік айттым мен сіздерге. Ол сосын екен ғой, 56-да көшіп келген екен ғой. Біздер 47-де көшіп келдік, ол кісі 56-да көшіп келді. Мамасы болды. Ажайып деген кемпір, иманды болсын, жатқан жері жарық болсын. Аузы иман біледі. Менің шием сол мені жүгіртеді. Жұма күні бауырсақ пісіреді, мені жүгіртеді. Барып ана шешеңді алып келіп Құран оқысын, шай ішіп кетсін. Сосын тағы да кемпірлерді, қарттары жоқ, қарт кемпірлерді шақырып келем. Айтады маған, ана шешеңді шақырып кел, ана шешеңді, әжейіңді шақырып кел деп. Біздер шеше дейміз оны.
орыс жерінде, ажы ол қазақстандық уже бер жағында шыққан нәрсе. Шақырып келем, Василя кемпір деген болды, иманды болсын. Шыңғаным деген кемпір болды. Болды қазақ кемпірлері. Бер жағында ол уже мен мына қызмет істеп жүрмін, 64-ке қызметке шықтым. 60-шы жылдар солай. Сол уақытта кемпірлер болды. Мына неден Төшкіден неден көшіп келді. Балдары, немерелері оқу бітіріп, шофер болды, бригадир, учетчик болды. Солдардың қарчиелерін солдар әкелді. Солай от неткен бар есімде. Енді әлгі намаз оқып неткенін ондайды білмеймін. Жиналған азаматтардың ондай мен көрген жоқпын. Вот мына общий садақа істегенде оқиды. Азаматтардың бәрі тұрып, ол вақытта намаз оқып жүрді. Ол тоже есімде бар. Жылына бір қайтара. Бозарбайдың кемпірі ма қалай. Сол шешем, менің әкешем алып барғанда бір баласын қаратуға естіп жұрттан, халықтан осы жерде бір үлкен терең бақсы бар деп, мамам айтатын еді. Мені үшкірт дейді баланы. Қалай үшкіргені оны айтқан жоқ, үшкірт дейді. Сосын маған айтты дейді, келім бар ана шоланға, балаңа емшек бер деп айтты дейді. Мен шығып кеттім, мен шығып кеткесін, менің әкеме әлгі бақсы айтады. Балам, үйдегі тұңғышыңыз қыз екен, сол тұрар. Сосын ең кенжеңіз қыз болар, сол тұрар. Басқа балдарыңыз тұрмайды. Сіздің қаныңыз тұщы. Айып етпе, мына балада бұл дүнияның несі емес, баласы емес деп солай айтыпты. Сол айтқаны келді ол. Айтқан бақсының. Сосын мен 17-ге 16-ға келгесін ба, мамам алып барды. Әкем үйде қалды, мамам алып барды. Шеше, мына сіздің айтқаныңыз келді, міне кенже қыз болды, міне қазір 16-да деп. Мен теперь вот думаю, что, наверное, отрицательный резус, что ли, или как там. Вот бірдеме сондай болған болар. Қаныңыз тұршы екеуіңіздіңіз да, бала тұрмайды депті. Менің әкешкем 7 баланы жерге салған. 3 қыз, 4 бала. Аттарына дейін білем, бәрінің де ат қойып, солай неткен балдар. Сосын, бұлай вот менің шиемнің айтқаны, құлағымда қалғаны бар. Өкпеменен нетет деп, соғат деп, көшірет деп, сондай болыпты бақсылар. Ауру әйелді отқызат дейді, сосын үстінен қой айдайды дейді. Қандай қой қасына жақындайды, қозы болсын, қой болсын, әлгі ауру әйелдің, или баланың, соны соятта, соның өкпесіменен, гусек, өкпесіменен көшірет деген естім. Но мен өзім ондайды көргем де жоқпын, білмеймін де, тек есткенім, и все. Басқа ештеңе айта алмаймын. Қазірда енді шығып атыр ғой, жерден келіп атыр, білмеймін. Мата орайды дейді, қара неменен, тауық пенен көшірет дейді, тағы бірдеме, мен өзім білмеймін. Вот менің еще шием, менің шиемнің өзі иманды болсын, жатқан жер жарық болсын, бізді шықтайтын еді. Күн батып баратқанда, мөшекті жаяды, бізді шығарады сыртқа, күн батып келетқанда. Отқызады, иманын айтады, алдыңғы шашын күйдіреді, ескетеді. Сосын ту бәлекет деп 3 қайтара оң жақ несінен түкіреді. Тұрыңыз дейді, тұрамыз, тәуір болып кетеміз. Ондай істеді. Сосын ескенім бар, бір жақынымыз біздің
Ну, келіні де айтып жүрді, келіні қайтты 80-нен асқасын. Оған да көп болды, қазір бір 90 түзге келіп жүрген болар. Біздің атамыз бала ауырса, апарып далаға, иман біледі ғой енді, иман айтып, домалатып алады деп. Қар болса, қардың үстіне домалатады, қар болмаса, арбаменен алып кетіп, көлдің үстіне, шөптің үстіне домалатып алады, бала тәуір болады деп. Ондай ескенім бар. Көргенім жоқ, ескенім бар. Мен бақсыға бармаймын, көргем жоқпын, жұрттың айтысы, мен өзім қара алмаймын никакой бақсыға. Мен никакой бақсыға шамбаймын. Неге десең, ол бұрыннан ескенім бар. Олдар терең молда болады бақсы болса. Намаз оқиды, киінеді, нетеді, сондай надан кісілер. Ешкімнен ештеңе қақ алмайды, бергенін алады. Қазір мен ойлаймын тек табыс үшін, ақша үшін қарайды деп, менікі дұрыс болмаса Құдайдың өзі кешірсін мені. Астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла. Неге десең, кілең жас, қарт кісі келмейді біздің жаққа, жастар келеді. Сейчас на кого не посмотри, лечат все, да? Да. Біздерде арқа бар, бізде арқа бар дейді. Қалай ол арқа, білмеймін, ол арқа. Біреу айтады, мен 12 жасымнан маған арқа қонды дейді. Біреу айтады, 7 жасымнан қонды дейді. Біреу тағы 1 жасымнан қонды дейді. Қайдан ол арқа шығып атыр, білмеймін. Қазір каждый второй айтады, менде арқам бар деп, білмеймін. Вот единственное, что вот в Приволжской мечети Алим есть. У него удостоверение есть, таджик. Саид деген. Вот оған қаралғаным бар. Онкология түскенде. Қаралғанда қалай барып, мешетке садақамды беріп, үшкірді ол, оқып, үшкірді. Тек соған мен қаралдым. Единственный раз болды. Больше кімге де қаралғам да жоқ, неткем де жоқ. Сәбәп еткен болар Алладан ғой бәрі де. Гадали на картах, 41 тас ашап жүрді, спишкі лақтырып жүрді, ондайды көрдім. Бір құрбым да ондайды істеді, спишкімен ашып жүрді. Айтқаны келетін еді, білмеймін. Мен тоже көп ашқам жоқпын, мен тоже ондайға нем жоқ. Қой сояды, иманды алып келеді, біздер иман демес, молда дейтін едік, молданы алып келеді, или аузы иман білетін кісіні алып келеді. Бір жағында трактор стройда тағы да бір қара қалпақ қарт болды, Нұртаза деген атам. О да терең молда, ол да аяттар біледі, намаз оқиды, сондай. Сосын үйге кіріп, жуынып, шайынып, құрманды шалғасын намаз оқитын еді, 2 рақат па, білмеймін қанша екен. Біздің маңдайымызға әлгі құрманның қанын жағады. Ол неге жағатын білмеймін. Көз тимес деп па, или қалай, о жерін білмеймін. Мен сұрағам жоқпын. Ол вақытта қыз бала көп сөйлеуге болмайды. Қазір ғой. А это как, а это чё деп ауыздары жабылмайды, бала болсын, қыз болсын. Ол вақытта біздер көп кісігінің алдына келмейміз де, көрінбейміз бе. Тек кішкене мен тентектеу болып өстім. Неге десең, мен өліп, өлім сарқыты деген ең ақ кенжемін. Мен оны неге айтып жатырмын, потому что мені әкем, как бала, мені қасына алып жүрді. Мен әкемнің қасында өстім, как бала. Мен даже қазір мені көрген кішкентай күнде кемпірлер айтады, неге сен төбетей киіп жүретін едің басыңа? Шашыңды нетіп, өріп, төбетей кигізетін еді саған әкең дейді. Мен қайдан білейін, басқа қыздар орамал тартады, косынка тартады, а сен төбетей кім? Сосын мен өзім ойлаймын, наверное, әкем балаша мені өсірген болар деп. Қасынан тастамайтын еді. Мен көп нәрсе көргенім, неге десең, әкем қасында жүрдім.
Үйде ештеңе көре алмайды ғой қыз бала. Сосын менің мына вот көргенім де көп, неткенім де, әкем де көп үйретті. Жатқан жерлер жарық болсын. Ұстап жүрді, да. Менің әкем ұстады, но ол вақытта от білмеймін қалай екенін, кімнің айтысыменен көбі 9 күн ұстайтын еді. Басында 3 күн, ортасында 3 күн, аяғында 3 күн. Қазір ол, оказывается, Раджапта ұстау керек олай. Олдар Рамазан айында ұстайтын еді, білмеймін қалай екенін. Менің әке-шешем. Мына вот Жұмақай атам, маған кажется, ол үйде ешқайда шықпайды. Менің әкем председательді Ленинскийге алып кетеді, әкімді. Ананда апарады. Қонып қалатында вақыттары болып жүрді. Далада да, жол бойында да қонып қалған вақыттары болып жүрді. Сосын ұстай алмады ма, білмеймін. Вот Жұмақай атам, мен қалт айтпасам, ол басынан аяғына дейін ұстап жүрді. Молдалар. Ураза байрам, сол ураза біткесін жиналып, біріне бірі келіп, қайырлы айтыңыз болсын деп, қыдырады, ол вақытта қыдырамыз дейді. Күндіз шыға алмайды, кешке таман аттарын жегіп, сол көрші көлемге барып келеді. Үлкендерге барады, жақындарға барады, әке-шешесі болса әке-шешесіне барады. Қайырлы айтыңыз болсын деп, олдар алғыс береді. Менің есімде жоқ, әкем қайтты менің 65-те. Мен білмеймін, біздер бергем жоқпыз. По-моему, тек 1 жыл берсек, 1 жыл берген болармыз. Неге десең, бір ескенім бар, қайдан ескенімді білмеймін. Қайтқан үйде құрман шалынбайды, шек беру керек. Ол 1 жылға дейін ба, 3 жылға дейін ба, орысша траур ұстау керек деп. Онда вообще құрман айтты, бұрын нетеді, қалай саған айтуға, жүлентеді, 3 күн қыдырады халық. Жастар жиналып, тұр балдағым тұр, ойын ойнайды, өлең айтады. Үлкендер де өлең айтады, өлеңшілер домбыра тартады, солай өткізетін еді. Бер жағында енді оның бәрі қалып баратыр ғой. Қазір ол құрман айтта, домбыра тартып, өлең айтып, кешке таман қыдырып жүрмейді ғой қазір. Оны мен көп білмеймін, неге десең, мен 50-ге келгенше барғам жоқ. Барам, тек сырттан кетеміз біздер. Жас күнімізде біздер вообще сырттан кетеміз. Көңіл айтамыз да, сырттан кетеміз. Қарттар қоятын еді, кемпірлер. Неге десең, ол мына өлген кісінің жатқан жерін басуға болмайды дейтін еді жас әйелдерге. Жаман болады, аурулы боласыңыз деп солай айтатын еді. Қарттар қояды, қарттар нетеді. Мен оны көп білмеймін, айта алмаймын. Жас күнімізде қалай қойған. Жоқ, біздің жақта жоқ арақ, біздің жақта ішілмейді. Тек бір неміз бар, қысты күні зират қазуға барған кісіге арақ жібереді. Олдар тоңат деп. Ас жібереді, арақ жібереді. Мен никак түсіне алмаймын. Ас қалай жүреді ол зират басында, үлкен қауымның басында ол қазған кісіге. Бұрын ертеңменен үйден сағат 4-те ма, 5-те ма ерте кетеді. Неге десең, бұрында машина грузовой машина болмаса шанамен кетеді, арбамен кетеді. Көлік солай болды ғой. Ол есімде бар. 71-де біздер үйлендік. Сол сенің атаң, нағаш атаң Жексенбай барып жүрді. Жас. Сол зират қазуға. Ертеңменен күрегін алып кетеді. Сол шай береді. Шай ішеді кетеді. Түсте келеді.
қойып, түстен кейін келеді, сол уақытқа дейін олар ас түспейді, ешкім қарны ашып татқан жоқ, тоңып татқан жоқ, шашырап татқан жоқ. Боран болсын, не болсын, солай баратын еді. Вот сол бар есімде. Сосын мына коммунистер, әкімдер бәрінде үйретті ғой араққа. Көп кісі со арақтан кетті ғой о дүнияға. Өмірлері сонан қысқа болды ғой. Именно лечение, ну, это садақа береді, ну, аталары береді, үлкен үйде, баланы көпшікке салып, құбылаға қаратып салады, молда сосын оң құлағына айқайлайды, атын атып, сол құлағына атын атып айқайлайды. Аталарым, ну, әке-шешелеріміз атты беретін еді, біздерге лұқсат бермейтін еді. Біздің балаға да Құрманғали деп, мына Жексенбайдың жолдасымның әкесі қойды. Маған түсіме енді құрман шалып жүр екен, ол уақытта өзі жоқ қой. Келінім ұл табара, ұл тапса Құрман или Құрманғали деп қоям деп. Ну, солай қойдық. Оның айтқаны болды, мен ұл таптым, Құрманғали деп қойдық атын. Бұрын орамалсыз ешкімде жүрген жоқ. Сосын біздер уже қыз күнімізде әкім болғасын, конторда істегесін жалаңбас жүрдік. Абылай қыздар қызыл орамал тартады, әйел ақ орамал тартады. Кемпірлер кимешек киеді. Бір тал шашын көрсетпей, кемпірлер солай жүретін еді. Ұзын көйлек киеді, ұзын жең көйлек киеді. Күн шыжып тұрғанда да көйлектерінің, оның жеңдері ұзын, қалай қазір айтады, мұсылман қалай жүруге положено, қалай. Солай жүретін еді кемпірлер. Менің мына мақта шешем, күндік шешем болды. Басқа кемпірлерді, мен қазір көз алдымда тұрады, ақ кимешек, көркем киінетін еді кемпірлер. Даже короткий бер келгесін істеді. Маған шием айтты, алдыңғы шашыңды қима вообще. Уже мен 70-64-те қызметке шыққанда орыстың қыздары стригли, челку отпускали, или қалай. Ну и кудри делали, все. Ну и біздің қазақ қыздары да тоже солдарға еріп істеді. Но менің мамам айтты, алдыңғы шашыңды қисаң, қызым, бақыты қайтады кісінің, қима. И вообще қима деді, мен шашымды қиып көргем жоқпын. Мен как носила косу, так и носила. Правда, прически делал такие. Потом. Да, тұмар носили. Тұмарды вот сол ана Ишаға там жазып беретін еді, Нұртаза там жазып беретін еді, терең молдалар носили. Но менде өзімде болған жоқ тұмар. Балама алдық біздер. Оны да мен емес, енем алып Құрманғалиге, он там наверху. Но мне кажется, қазір, бұрын, конечно, халық аят та білмейді, сурын да білмейді, қалай оқып, тілдері келіспейді, ешкім үйрететін кісі жоқ. Қазір Фатиха мен Құлқуалланы білсең, ихласпенен, и оны үйренуге болады. Мен 60-тан асқасын үйрендім, но ихласты мен білетін едім, бала күнімнен менің әке-шешем жатқанда айтып жатыңыз деп, Құлқуалла дейді ғой. Біздер ихлас демейміз, Құлқуалла дейміз. Құлқуалланы айтып жатыңыз деп, оны бала күнімнен мен білем. А енді Фатиханы, басқа суралерді бер жағында үйрендім. Қазір не бар, флешкіге жазып нетсе, дискет или там что, болады үйренуге. Мен не верю, ойбай тіліміз келмейді, ойбай памятіміз жоқ, болады үйренуге. Казахтар, если обрезание не проведен, считался кафір бізде. Оның сойған малын ешкім жемейді, менің шием
Вот мен білем, орыс тойғанды жеммейді, тауық етін жеммейтін еді. Вот олдар бәрінде соны ұстады. Вот жастар садақаға келеді, қайтқан кісіге келеді, қоюға келеді, дұрыстап киінбейді. Азаматтар көбі тюбетейкі киеді. Мен даже айттым, тюбетейкісі жоқ басында, ол алды да орамал қояды, салфетка қояды, дұға оқығанда. Мен сосын айттым, азаматқа бас киімшіз болады. Если бас киімің бар, это сунна. Болады бас киімсіз отыруға. Молдадан да сұрадым, бір інімді қойғанда. Жұрттың көзінше сол айтқан кісілер отырғанда айттым, мен үйде айтып едім, дұрыс па менікі дедім, дұрыс деді. Әйелдер орамал тартпайды, как ленточка, платок повязывают, и вообще платья такие, груди насквозь видать, там вырезы такие у платьев. Мен думаю, что все-таки надо бы поскромнее являться в такие места. Юбилейге барғанда, тойға барғанда, мейлі барсын, как хотят. Но енді садақаға барғанда, мне кажется, поскромнее надо женщинам одеваться, мусульманкам. Я так считаю. И еще вот это в последнее время садақа той емес, мол, отыра беріңіз. Қарттар айтады жастарға, отыра беріңіз, орын нетпеңіз, орын бермеңіз біздерге, жоғар біздер шықпаймыз. Вот сол жері мен ойлаймын, тоже дұрыс емес. Орыстарда да бар. Старикам почет, молодым дорога деп. Старикам надо всегда почет. Қарт кісіге орын беру керек, төрге шығару керек. Жастар төмен отыру керек. Күйеудің орны вообще төмен, келіннің орны босаға. Вот это маған кажется, вот это надо соблюдать. Мен считаю, эти обычаи, традиции мусульманские, надо бы біздерге придерживаться. Это прежде всего воспитанность человека, говорит. Если жастар орын береді, біздер айтамыз, мынау әкешке көрген, тәртіп көрген. Тәртіп – это воспитание. Сейчас очень много новшества, больше орыстан өнер алып, орысша стегілері келеді, современные хотят быть, но мен против этого. И моя просьба к молодым: старайтесь в жизни все традиции, все обычаи соблюдать свои, казахские. Ал енді аман болыңыз, тағы да кездескенше дендеріңіз сау болсын, бақытты болыңыз, еліңіз аман болсын, соғыс неден Алла сақтасын. Қош.